Bundan tanış impuls sözü belgili. Impuls sözü bu iki dini arasında, iki diniler arasında boğatan qandayda bir energiyanın bir türü. Energiya saqtao zаңы секілді, бұл да импульсты сақтау заңы бар. Жалпы бізде топқа бөлініп отыра қалыпсыздар, әп-әдемі болып, бізде міне жасыл топ, сары оранжевый көк топ бар да, көк топ бар. Жалпы осындай топтарын берілген. Біздер өткен сабақта қайталау мақсатында сіздермен қазір сұрақтар алмасамыз, сұрақ жауаптары. Дайын ғой? Да? Кеттік. Жалпы инерция моментінің формуласы қандай? Кім айта алады? Инерция моментінің формуласы. Шолпан. Айтып берсе жазып бересіз бе? Қалай келіп жазып бересіз. Келіңіз, сәттік. Жазып берсеңіз болады. Инерция моментінің формуласы. М көбейтілген R квадрат. Әдемі? Әдемі Шолпан. Инерция моменті Ньютонның қай заңынан туындаған? Ал қарада Шолпан тапасқа. Ал айом? Әдемі. Екінші. Күш импульсының формуласы бүгін сабаққа керек болады. Әдемі білтір болыңыздар. Формула бөліп деп ойлаймын. П импульс R күш Т не? Уақыт. Делта деген не білесіздер ма? Не ол? Т екіден Т1-ға немесе өзгеріс деп айтсақ болады. Соңғысы қандай? Мәнерлеп сырғанаушы ма, әлде фигурист па? Фигурист, иә? Так, кеттік. Ода мәнерлеп сырғанаушы. Яғни Марко бір видео бар қазір. Қарап жүрсеңіздер, толықтай көрінбесі жасап қарап olыңыздар. Жалпы бүгінгі сабақта Денис Теннің бізге бірінші қатысты құндылықта. Жалпы құндылық Денис Теннің құндылығында неге өйткені біз білеміз. Денис Тен еліміздің чемпионы. Дәл осы видеода биімен өнерімен чемпион атанды Сочиден. Сондықтан бұл кісі әр адам өз елінің патриоты көріп, ұлтына, затына қарамай, туған жердің, туған елдің патриоты чемпион болуға, өз елінің атақ даңқын асқақтатуға әрқашан дайын болды. Солай ма? Келісеміз ғой? Әдемі. Так, жалпы бүгінгі сабаққа Денис Теннің құндылықтан бөлек, Денис Теннің бүгінгі сабақта айналу моменті бізге сабақ болады. Айналу моменті. Сіздер мана көріңіздер. Хоккейде секірген кезде екі қолын осылай қойып секіреді. Сол кезде тез айналады. Және де қолын алға созған кезде жай айналады. Немесе аяғын қолын алға созған кезде жай айналады. Жинаған кезде тез айналады. Байқадың ба, байқамадың ба? Байқадың да? Керемет. Так, ойлап болса, бүгінгі жалпы сабақта біздер толықтай осы Денис Теннің айналуының формуласын көрсетеміз. Қалай айналғанда, қалай не үшін қолын жинағанда тез айналады, не үшін созғанда жай айналады. Сол бойынша есептер шығарып, дәлелдеп көрсететін болады.
Бүгінгі сабақтың формулаларын танысайық. Осыншама формула бар. Бірақ мен сіздерге оны жаздыртпай тұрып, бірінші қайдан шыққанын, қалай шыққанын түсіндіріп кететін боламын. Маған жазған импульс моменттің формуласынан бастап түсіндіріп, осы жерден бастап маған керек болады. Импульстың моменттің формуласымен жасаймыз. Комисстерге мына формулалардың қайдан шыққан, қалай шыққан бәрін көрсетіп беремін. Қалай шығатын, соны бір мұқият тыңдап алыңыз. Бұл бізде импульс моменті, бұл бізде бірінші формула. Так, осыдан біз F табамыз. Тауып көтеді. Екі жағына R-ді көбейтеміз. Бізде математикалық тұрғыда мынандай бір сөз бар. Теңдіктің екі жағына да бірдей амал қолданылса, теңдік өзгермейді деген сөз бар. Сол себепті екі жағына да R-ді көбейтеміз. Сонда FR болады мынау. Мынау F бөлінген T көбейтілген R болады. Енді бізде момент деген бар. Момент бізде FR-ге тең. Импульс моменті бар, ол бізде MV-ға тең. Осыны ескеретін болса, FR-дің орнына M-ді апарып қоямыз. P-ның орнына MV-ны апарып қоямыз. Енді қараңыз. Бізде бүгінгі сабақта импульс момент деген тақырып бар. Импульс моменттің формуласы MVR. Импульс моменттің формуласы MVR. Ең керек осы қазір. Осы ескеретін болсақ, бізде MVR бөлінген MVR екен ескеретін болсақ, онда бізде MVR-дің орнына L келеді. L бөлінген T болып кетеді. Келістік па? Енді бізде L-дің формуласы бар. L тең I көбейтілген омега деген екінші формуласы бар. Бірінші формуласы, екінші формуласы. I көбейтілген омеганы әкеліп қоямыз мұнда. I көбейтілген омега болады, бөлінген T болады. Мынау бізде бұрыштық жылдамдықты білдіреді. Бұрыштық жылдамдық дегеніміз ол E тең омега бөлінген T. Негізі E демейді ананы. Эпсилон дейді. Бірақ біз E дей береміз да, бай. Омега бөлінген T бар, омега бөлінген T екенін ескереміз да, онда I көбейтілген E деп жазамыз. Сонда M-ның соңғы формуласы I көбейтілген E болады. Енді осының мына қалай айтсақ, осының теориясы шығады. Импульс моменті инерция моменті мен бұрыштық жылдамдықтың көбейтіндісіне тең деп несі шығады? Ережесі шығады. Инерция моменті мен бұрыштық жылдамдықтың көбейтіндісіне тең дейсіз, ответ шығады. Келістік қой. Жалпы осындай формула түрленіп шыққан, бірақ бізге керегі міне бірінші формула мынау керегі. Сосын жалпы керек формулалар өте көп. Қазір біз оларды қорытып қайдан шыққан жазатын боламыз. Дәптерлеріңізге бүгінгі күн жаздыңыздар, тақырыпты қойыңыздар, мына бір нәрсені формулаларды жақсылап жазып алыңыздар. Импульс моменті. Импульс моменті. Мынау бізде MVR-да формуласында бар. Енді біз осы жерден қазір мына V-ның орнына мына бір шаманы қоямын. V тең омега көбейтілген R-да. Осына келем да мен мына V-ның орнына келіп қоямын. Сонда L тең M омега көбейтілген R көбейтілген екі R болып кетті ғой. R мен R-ді көбейтсе не болады? Сонда бізде соңғы қорытынды формуласы мынау бізде керек формула. Осыдан шығады. Мысалы қараңыздар. Бізде мынау сызықтық жылдамдық деп аталады. Есепте бірінші көбіне есептерде сызықтық жылдамдық таппайды бірінші. Бірақ бұрыштық жылдамдық таппай, сызықтық жылдамдық таба алмайсың. Сонда ең алдымен бұрыштық жылдамдық табасың.
бұрышты жылдамдық табу үшін периодты 2π бөлінген период дейсіз. Период ол бір айналым уақыты. Мысалға, қараңыз. Мен да мысалы бір стадионды бір айналып, екі рет айналып келуге 8 минут уақыт жұмсасам, егер қараңыз, бір стадион дөңгелек деп есептейінші, соны айналып келуге екі рет айналып келуге 8 минут уақыт жұмсасам, сұрақ, период қанша болады? 4 минут болады. А бізде есепте минутпен қолдана ма, секундпен қолдана ма? Секундпен қолданады. 4 минутты қалай секундқа қылдырасыз? Көбейтесіз. Қанша шығады 4-ті 60-ға өтсек? 240. Тамаша. Сондай сұрақтар болады. Егер менде 240 секунд период табылды ғой. Табылды да мен мұнда келіп қоям. Мұнда келіп қоям 240-ты. 2π нешеге тең білесіздер ме? Пи. 3,14-ге тең. 3/14-ге тең. Соны қоясың, көбейтесің, бөлесің. Омега шығады да. Омега шығады. Омега шыққаннан кейін сызықты жылдамдық шығады. Оны қалай шығарасың? Сол шыққан омеганың мәнін радиусқа көбейтесің. Радиус ол бізде міндетті түрде есептеліп беріледі. Может, стадионның радиусы 40 метр деп берілуі мүмкін. Сол кезде 40-қа көбейте саласың. В шықты ғой. Қара. В шықты, иә? В шыққаннан кейін А шығады. А деген не білесіз бе? Үдеу. Дұрыс айтасыз. Үдеуді табу үшін жаңа В-дан шыққан мәнді әкеліп қалаттап, неге бөлесің? Радиусқа бөлесің. Сондай үш есеп, бірақ бір-біріне байланысты. Келістік қой, келістік. Бұл жерде білу керек бір нәрсе, тек қана бірінші сіздің білетін нәрсеңіз не ол? Период. Қалай екен? Мағынасы қандай периодты? Бір айналымға кеткен уақыт. Бір айналымға кеткен уақыт. Так, енді қараңыз. Бізде периодқа керіс шама бар. Қандай шама? Дұрыс айтасыз, тамаша, жиілік. Жиілік ол периодқа керісінше. Осы жерде, егер сенің есебіңде жиілік беріліп тұрса, міндетті түрде нені табу керек? Период табу керек. А периодты қалай табасың? Период тең бір бөлінген жиілік. Яғни, саған берілген жиілікті бірге бөлсең, сенен не шығады? Период шығады. Дальше есептеп кете бересің. Келістік қой? Период табуға қайттан омеганы табасың, омеганы тапқаннан кейін В-ны табасың, В-ны тапқаннан кейін қайттан А-ны табасың деген сөз. Келістік па? Келістік. Түсінікті ғой, иә? Так, олай болады болса, бірінші есеп, топтармен беріліп тұр, жасыл топқа, оранжевый топқа. Если көз жетпей жатса, жүгіріп суретке түсіріп алсаңдар болады. Жарай ма? Қарайте, сәттілік. Суретке түсіріп алың, есептің мағынасын жазып алың, 3 минут уақыт беріледі. Таймер қояйын қазір мен. Бір топ полный. Сосын андай ереже балдар. Ереже бар. Шарты былай. Мен топтағы кез келген оқушыдан сұрайын. Жауабын. Кез келген оқушыдан сұрайын. Если ол бала қате жауап берсе, топтың барлығына бірдей баға берілмейді. Егер дұрыс жауап берсе, топтың барлығына бірдей баға беремін. Келістік қой? Топтың кез келген оқушыдан сұрайын. Бәріңіз шығарасыздар, бірақ бір оқушыдан сұрайын сол жауабын. Келістік қой? Келіспедіңдер ме? Келістік. Тамаша, кеттік, жайыз. Сондықтан абай боламыз, біреудің еңбегін жоқ болмайық. Все, от души. Склон. Топ. Әйтеуір. Неше? 0,8 пи ма? Жоқ, пи ол қасында тұр. 0,8 пи. Тамаша. Әдемі, дұрыс жауап бересіз. 11 бүтін. Әдемі. Жауап беріңіз. Сұрақтарыңызға бір ұпайда беріліп тұр. Керемет. Әдемі. Енді бір сұраққа жауап алайық. Мысалға, оранжевый топта, қараңыз, радиус 0,5, 2π радиан бұрышты жылдамдық. Байқасаңдар бәріңізді бірдей. Ал массасы 0,4, массасы көбірек. Ал жасыл, мынау қай топ? Көк топта массасы 2.
бірақ радиус 3 метр. Енді бір сұрақ бар. Сізден шыққан сан мен оранжевыйдан шыққан сан екеуі бірдей. Енді сұрақ бар. Не үшін? Не үшін? Не үшін? Сізде радиус көбірек, азырақ па еді? Сізде радиус көбірек. Оларда масса. Қараңыз, сіздің ойыңызша мынандай бір сұрақ қояйық. Массасы көп затты. Иә, мысалы, массасы көп затты. Қозғау оңай бола ма, әлде қиын бола ма? Қиын болады, иә? Бірақ радиусы массасы көп болса да, оранжевый көпті. Сіздердің мәндеріңіздің бірдей шықты. Бұл жерден айтады ғой, радиус көп болса, айналым саны азая түседі. Радиус аз болса, айналым саны көбейе түседі. Мысалға, оны былай түсіндірсек болады, қараңыз. Бізде велосипед бар. И оның ортасында барабан бар. И шетінде звездочка деген бар, иә? Шестеренка бар. Сол барабан айналған кезде, қайсысы көбірек айналады? Барабан ба, шестеренка ба? Шестеренка. Өйткені ол кішкентай. Кімге қарағанда? Барабан қарағанда. Керістік па? Сонда кішкентай нәрсе тезірек айналады, көбірек айналады. Сол себепті мына жаңағы Денис Тендер, фигурист айналған кезде қолын қояды да айналады. Сол кезде тезірек айналады. Жылдамдық көбейеді. Бұлай болса өзі кішкене жылдамдық азайып қалады. Түсінікті ма? Түсінікті деп ойлайық. Пример. Жалпы бүгінгі сабақ түсінікті болып тұр жатыр да қазірше. Енді қараңыз, бізде андай бір QR бар. Ой, видео ма? Уақыт қой мана. Кетті. Жібереміз. QR. Бұл QR-да тапсырма бар. Тапсырма функционалдық сауаттылық тапсырмасы. Бұл тапсырманы аласыздар. Әр адам жеке-жеке орындайды. Келістік па? Әр адам жеке-жеке орындайды. Әр адам жеке-жеке орындайды. Дәптерлеріңізді алайық, айтпақшы кешіріңдер. Кешіріп қойыңыздар мені. Дәптерлеріңізді апарып берейін. Ақшапан сізге. Сізге. Если қасымызда адамда телефон жоқ болса, онда екі адам бірге орындаса болады. Аты жөнін деген жерге екі адамның атын бірге жазып жіберіңіздер. Келістік қой? Келістік ал. Келіспейсіңдер ме әлде? Келісесіңдер ме? Давайте сәттілік бастайық. Бірінші сұрақ содан шықты береді деген. Не осы береді ғой? Қазір мынақтың нәтижесін көрсететін болған бұйырса. Көп топ болған екен. Молодец. Міне 5 ответ, уже 5 адамнан келіп тұр, ответ что-то бір адам жүрмей қалды. Қазір 5 адам, 6 адам болды уже міне. Отправить басыпты. Болды тут один. 6 адам болды. 7 адам болды. Енді қолдарыңыз бар ішінде. Сондықтан барлығымыз почти орындадық деп есептеймін. Болғаннан кейін ашам да, бәріміз болдық деген кезде ответті ашам. Жүре беріңіз. Болдыңыз да? Жүре беріңіз. Аяулым дейді. 2-ден 5 дейді. Басқа ма? Солай ма? 2-ден 5 дейді. Рахмангер мен Нұрман. Аяулым Ақшолпан 3-те 5. Нұрбай Қайыржан мен Сұлтанжан Нұртай 4-те 5. Нұрбақыт Ақтұрғын 5-те 1 дейді. Енді бұл жерде сұрақтар өте көп. Айтпай Жандарым Жантек Жандос 2-те 5. Және Әсем Ақмаржан 5-те 1. Және Нұрғазы Қуан 0-ге 5 дейді. Жалпы тақырыпты өте нашар түсінген болған болсаңдар, онда былай жасайық. Есепті тақтада шығарайық, иә? Бір-бір есептен шығарайық. Әр топтан бір-бір есептен шықсын. Келіңіз. Бірінші есеп. Бірінші есепті айта салайық. Екінші есептен бастайық. Бірінші есепті айта салайық. Неге ответ 2 минут? 2 рет. Орнында тұрып айтайық. Дархан ағай, айтып бер.
айналып қайтты орнына келген кезде ауаны ауыспайды. Әдемі, өте жақсы жауап берді. Жоғын мына форманы таба салды. Әдемі, рахмет. Келin үшті. Иә, келіңіз, тақтаға жазайық. Тақтаны өшіріп жіберсеңіз, қалағанда жазып еді, өшіріп салсаңыз жақсы болады. Өшіремін, бір шетін ала ғой өзіңізге. Так, үшінші есеп дайындалды балдар. Дәптерге жазып алайық, қатемен жұмыс болсын. Жарай ма? Қателіктерді жөндеген дұрыс болады. Сөйтіп үйренеміз. Аржан өшіріп салып, үшінші есеп. Төрт деңіздер. Төрт. Кімде бар төрт? Шығарған қыздар. Калькулятормен есептеп жазбадыңыз да былай да. Онда жазып берсеңізші келіңіз. Нұртай кел. Төрт. 5. 5. Eski Randus var. Bir Randus biz. Böldü. Bu kalkülatörün böyle zor. Rahat bölünge sekund. Tak, otur abi. Gel, Randus. Gel. Biz. Bizde ödül tavuk yok mu? Ya ating. Forması var mı? Ting, şarapsa. Ne var? Ver. Bölüm 40. Tamam, рахмет. Болды. Бағалау бойынша мына жерде мен бағаларды қоямын, иә? Енді бәріміз белгілі 4 пен 5-те 5 өзі айтып тұр ғой, 5-те 5 деп, ә? 5 сұрақтың 5-еуіне жауап берсеңіз сұрақ 5 аласыз. 4-еуіне жауап берсеңіз 4 аласыз, 3-еуіне жауап берсеңіз 4 аласыз. Ал 2-еуіне жауап берсеңіз енді ренжімейсіздер. Бар. Давайте QR тоже. Бірақ мынау қызыл QR. Қып-қызыл QR. Қызыл QR. Вентилятор. Біз білеміз вентилятордың айналатынын. Иә? Жазда қарауымызға керек вентилятор бар. Ыстық күнде қорғайтын. Кондер жоқта. Вентилятордың айналу моментін есептейміз. Яғни бізде жаңағы формулаларды қойып есептейміз қайтадан. Яғни есептейміз. Біздер периодын табамыз. Сызықтық жылдамдығын, бұрыштық жылдамдығын және үдеуін табамыз. Бір бөлінген жиілікпен табады. Период формасы. Көрші жүрсін. Onu tip var.
26'da 26'da 2'ni 0,47 рахмет тапты. Вот проблема. Terus no Amiga ayarı bu. Sizin Amiga'nın nomi taup olasiz. So'shin borib men qilamiz. Радиусыңызды тапқырлардың диаметрі өсіп 40 см. Сонда радиусы сәлем 40 Жоқ, радиусы соның жартысы. 20 сантиметр метрге Төрт, молодец. Родна ма сіздерде? 4-5, әдемі. Іштейік, үйреніңіз. Уақытым қалыпты, кешіріңдер. Болды па? Молодцы, әдемі. Керемет. Молодцы, әдемі, керемет. Так, олай болатын болса, біз келейік, орабайық ответке. О, тағы да 11 ответ келіп тұр уже бізде. Отдельно ответ. Так, Нұр Ақтөргін бар, басындағы бар енді айтпай қояйық. Қайыржан, Нұртай, 4-4, молодцы. 4-4 алған оқушылардың барлығына молодец. Қуан дейді, 4-4 дейді, молодец Қуан. Жалпы тақырыпты соң жақсы аяқтадық, иә? Мына атын жазбапты, 4-4 деп қойыпты. Нұрбақыт Ақтөргін 3-4, керемет, молодец сіздерге де. Тақырып өте жақсы түсінікті болды деп ойлаймын. Рахман-Керім Нұрман 4-4 дейді, молодец. Молодец, 4-4. Яғни барлықтарымыз Ақниет өтіп кеттік қой, иә? Құдайберген Ақмаржан Әсем дейді, 3-4. Жаңа айттық оны? Солай ма? Так, Оразбек Өтегенов Құспан Аяулым дейді. Қаяқта ол? Сіздер ма? Молодец. 2-4 керемет, жақсы. Әдемі, әдемі. Айтбаев, Жандарбек, Жантілек, Жандос 3-4 дейді. Рахмет, молодец. Сіздерге де рахмет, мен алғыс. Және соңғысы Аяулым Ақшолпан 4-4 дейді. Ой, молодец. Так, соңғысы емес сияқты 12-ші келді маған. Альбина дейді. 3-4 дейді. Альбина молодец. Мана Альбина 5-ке 5 алып, сен ештеңе етпейді. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Қалай шығару, қалай түсінікті? Сауат бойынша кері байланыс алсақ. Так, әр топтан 2 адам жеке пікірлерін айтсақ. Ол ақылдасып. Так, етіп Тезірек. Жасыл тобынан. Так, сабақ бойынша. Рахмет, молодцы. Келіңіз, сіздерді тағы екінші адам. Кім бар болса? Айтыңыз. Кім бар? Қуан? Давайте. Қайыржан? 2 адамнан әр топта. Айта бер. Тыңдайық. Біз бұл тақырыпта заңды және оның сақталу заңдарды көптеген есептер шығардық. Оның бірін шығара алып және екінші шығармасын. Болды. Рахмет. Келмет, сіздер топтан. Осы формаларды тереңінен түсініп, сол уақытта біліміз тексеріп, үлкен нәтижеге жеттік. Басында орташа деңгей болса, соңында үлкен деңгеймен нәтиже көрсеттік. Бұл сабақта бізге көптеген формулалардың қолдану әдісімен және басқа есептерді шығаруды ендігі алдағы тақырыптарда да осы формулалар арқылы есептер шығаруды. Сізге алдымен рахмет айтамын осындай ашық сабақ өткізгеніңізге. Бүгінге көп мәлімет алдық деп ойлаймын. Көп формулалар үйрендік, есеп шығардық. Меніңше жақсы өтті. Бәрі. Баға барыңызды, баға есептің нәтижесі бойынша қоямын. Жарай ма?
Рахмет, сау боламыз. Biz ağzımızı